Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын королевский торт жасаймыз. Бізге қажет заттар жұмыртқа, қант, сүт, май, қопсытқыш және ұн қажет. Алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Миксердің жай жылдамдығымен жұмыртқа ағарғанша қозғаймыз. Миксерлейміз. Енді қантымызды осылай бөліп алып, жақсылап миксерлейміз. Сұйық май, сүт құямыз. Қопсытқышты ұнның үстіне салып, сол ыдыста осылай араластырамыз. Массамызды біраз араластырып, ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды салған соң бірден миксерді қоспаңыздар. Осылай миксердің көмегімен миксерді қоспай араластырамыз да, сосын миксерді қосып араластырамыз. Ұнның қалған бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Неге бізде осындай бір келкі масса пайда болды, оны мен 4 бөлікке бөлдім. Қалауларыңызға қарай 4 бөлікке, 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Теңдей осылай бөліп аламыз. Какао, мак, мейіз және жаңғақ қолдандым мен. Грек жаңғағын. Әр ыдысқа өзінің осылай қоспасын салып, араластырып дайындаймыз. Жаңғақты осылай пышақпен бөлген жөн. Оқтаумен, әйтпесе блендермен езсеңіздер, қатты майдаланып кетеді. Ал пышақпен бөлсеңіздер, біраз ірі, өте дәмді болып, дәмі ерекше болып шығып тұрады. Енді форманы дайындаймыз. Мен де осындай кольцоға пісірдім. Астына фольганы осылай орап, менде форма 20 сантиметр. Формаға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Толық піскендігін осындай ағаш таяқшамен байқаймыз. Неге менде таяқшам құрғақ пісіп шықты. Енді корждарымызды осындай сетканың үстіне қойып, суытамыз. Неге менде 4 коржда дайын, толық суыды және осындай тегістеп кесіп шықтым. Енді пропитка жасаймыз. Жарты стакан сүттің үстіне 2,5 шай қасық қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, біздің корждарымыздың үстіне осылай жасап шығамыз. Пропитка жасасаңыздар, біздің тортымыз өте балғын, сондай өте дәмді болып шығады. Кремін дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне қант ұнтағын салып, миксерді бірден қоспай, осылай миксердің көмегімен араластырамыз. Бір келкі масса пайда болған кезде, оның үстіне сливкемізді, яғни кілегейімізді құйып, жақсылап миксерлейміз. Кілегей бізде 33%-тен төмен болмау керек. Сол кезде біздің креміміз өте дәмді әрі
жақсы өзінің формасын ұстайтын болады. Қасықпен осылай байқап көреміз. Мінекей қасықтан түспесе, біздің креміміз дайын. Астына біраз осылай жағып аламыз жылжымас үшін. Енді ең бірінші жаңғақ қосылған коржды қойып, форманың ішінде жинайтын боламыз. Осындай салафан мешокқа салып алғанымыз ыңғайлы кремді. Сол кезде біздің тортымыздың ортасындағы кремдердің барлығы мөлшері бірдей болып шығады. Біреуінде көп, біреуінде аз болмайды. Сол кезде бәрі мөлшері бірдей, өте әдемі болып шығады. Екінші мен какао қосылған коржды қойдым. Осылай кремін жағамыз. Үшінші мейіз қосылған коржды салып, оның үстіне де кремді жағып шығамыз. Төртінші мақ қосылған коржды қойып шықтым. Енді үстіне осылай кремді молырақ жағып, тегіс етіп жағамыз. Бір түнге холодильникке қойып қойдым. Бір түн уақыт өтті, енді кольцодан босатамыз. Қалған кремді үстіне осылай жағып, және жан жағына жағамыз. Айналдыра. Осындай кондитерский мешокпен жасасаңыздар өте ыңғайлы, әрі тез жасалады. Енді осындай тегістегіш лопатаның көмегімен осылай тегістейміз. Қалауларыңызға қарай үстіне әртүрлі жеміс жидектер, тәттілер, шоколадтар мен әрлесеңіздер болады. Мен осындай клубника қойып шықтым. Мінекей біздің тортымыз дайын, өте әдемі, өте дәмді болып шығады. 4 слойды да әртүрлі дәм беріп, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.